Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, HTML CSS JS сабақтарының 7-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі бөлімде біз мынау футердің ең астыңғы бөлігін жасайтын боламыз. Біз өткенде мынау 3 нәрсені жасаған болатынбыз. Бізде егер оны қарайтын болсақ, F1-ді басып live деп жазсаңыздар, open with live server. И бізде мынандай нәрсе бар екен, астын істедік. Енді бізге мынау линиялар мен мынау жазу, мынау үшеуін істеу керек. Оны істеу үшін бүйтеміз біз мына жақта мынаны split right дейміз де. Так, бізде footer info деген класс бар. Хотя ол footer infoға жүре біз үстінде ешқандай не бермегенбіз жоқ. Мына жерде бар екен footer info деген. Біз осы жерге мынандай нәрсе жазамыз, border деген нәрсе. Border деген шекараны береді бізге мынау. Мына жерде асты үстінен көрдіңіздер, мына линияны істеу үшін біз осы border пайдалану керек. Border деген шекара деген білдіреді. Бірақ бізге асты үсті ғана керек болғандықтан бізге border top, яғни top деген үстіңгі деген білдіреді. И осы жерге бір пиксель solid white па бізде қандай өзі ақ түсті беру үшін бүйтіп жазамыз. Сол кезде мені қазір қарайтын болсаңыздар, мені линия пайда болды. Одан кейін solidтан басқа dashed деген нәрсе бар мысалға. Бірақ ол андай линия қалатынын көрсеңіздер. Потом тағы қандай бар еді, dotted деген бар. Мені dotted не қылсаңыздар, мындай точка қытсайды. Одан бөлек тағы жәндегі double деген бар ойдың, по-моему. Double дегенде екі түрлі түс беру керек па? Хотя нет, өтірік сұрағам. Double мен пайдаланып көрмеппін, сондықтан қазір шекара жайлы іздеп көреміз. Так. Border double CSS деп. Так, border style дейді. Так, мына solid double деген мына жерде мына double былайынан болу керек екен, хотя бізде неге көрсетпей тұрған түскіз. Double dotted solid groove rich дегендер бар. Енді оларды өздеріңіз неғып көре бересіздер. Біздің сайтқа керегі мынау әшін solid деген қарақ. Біздің сайтқа осыланы керек. И оны астына беру үшін дәл осылай жазамыз да. Бірақ border топтың орнына уже border bottom деген типа түбі асты дегенді білдіреді, яғни нижний край. И сол кезде мен астында тұра ана жерде керек. Біз мына жерге футердің астына бір-екі BR жазсақ, чтобы бөліп тастау үшін. Мені сол кезде мені былайынан тұр. Бірақ та егер қарайтын болсаңыздар, бізде ода отступ бар. Отступ беру үшін через padding арқылы береміз, ішкі отступ. Padding дейміз, үсті астына бізде 20 пиксель береміз да, оң жақ сол жағынан 0 пиксель береміз. Сол кезде мені 20 пиксель емес, мерге бір даже 40 пиксель берсек те болған сияқты. Мені сол кезде 40 пиксель емес, лучше бетек 35 көрейік. Мені 35 пиксель жақсы мына жерде бәрі. Так, бізде неге мына кнопка өте кішкентай болып тұр, соны түсінбедім мен. Так, бізде мына кнопкаға font size беріп кетейік. Что-то жазуымыз слишком кішкентай болып тұр. Font size 14 пиксель десек қалай болады екен. Так, мына жерде мына шрифт сәл басқаша. Мына шрифт көрсетіп кетеміз. Мына мышканы оң жағын басамыз да, кнопканың үстіне барып мышканы оң жағын бассақ, просмотреть код деген бар. И мына жөнелту деген выделить деп тұру керек. Сол кезде мына жағында мынандай нәрсе шығады, styles деген. И осы жерден қарайтын болсақ, бізде что-то шрифт сәл басқаша тұр. Мені қараңыздар, фонт бізде Arial дегенді қосып тұр. Бұл user agent style sheet деген. Мынау Google Chrome браузері бар. Мына Google Chrome браузері стильді өзі добавить етіп тұр. Біз осыны
алып тастау үшін біз былайынан береміз оған. Так, баттың қайда кетіп қалды. Мынау баттың қарамызда font family railway керек. Сол кезде міне сәл үлкенірек болды. И тұра тұрыңыздар, бізде дизайнда мына жөнелту деген барлығы үлкен әріппен жазылған. Осыған мән беріңіздер. Ал мына жерде бәрі кішкентай әріппен жазылған. И оның бәрін үлкен әріппен алдыру үшін бізде мынандай нәрсе бар еді. Так. Font style ме еді? Так, қалай еді? Что-то есіме шығып кетті. Text transform деген свойства бар, CSS свойства. И осының ішіне мына uppercase деген бар. Текст деген трансформация текстті, қазақша текстті өзгерту ма? И uppercase деген үлкен әріптермен деген білдіреді. Сол кезде бізде мына жөнелту деген бәрі үлкен әріппен алып кетті. Қарайтын болсаңыздар. И потом lowercase деген нәрсесі бар. Бұда lowercase кезінде кіші әріп болады бәрі. Lower деген кіші деген білдіреді. И одан кейін capitalize деген бар, ол бас әріппен только бірінші сөзін ғана жаз деген. Бірінші әріпін ғана бас әріппен жазады. Бірақ бізге uppercase керек, и uppercase'пен істейтін болсақ міне мынандай. Так, болды деймін. И потом бізде енді мынау линияларды істеп қойдық. Енді мына астындағы мынау үшеуін істесек болды. Оған да бір общий бір класс создать етеміз. Бізде енді мынаны свернуть етіп қойсақ болады, мына footer infoны. И осы футердің ішіне біз div деймізде, енді бұл жаққа типа класс footer bottom деп жазайық. Типа асты деген білдіреді. Біздің футердің асты жағы дегенді. И оның ішінде үш түрлі блок создать ету керек. Так, бүйтіп істесек болады. Div қойылған үш дейсіздер да enter басасыздар сол кезде міне. Мына алтынай деген жазуды біз сурет ретінде ала саламыз. Image tag жазамыз да. И бізге мына жерде images, осының ішінде мына logo деген бар. И alternative текстке просто біз алтынай деп жазып қоя саламыз. Енді қазір қарайық не болып жатқан. Мына алтынай деген текст шығып тұр үлкен болып. И мына жақта мына енді мынау copyright'ты жазу керек. Мына үстін басып мынаны копиясы текст деп копировать ете аламыз да. Оны мына ішіне әшейін бүйтіп span арқылы давать етсек болады, либо әшейін бүйтіп давать етсек те болады. Алтынай Санжарова дегенді. И мынау үшінші нәрсе, бұл уже иконкілер, қазір оған көшпей тұрайық. Мына бірінші мынау footer bottomға стиль беріп кетейік. Оған стиль беру үшін бізде footer bottom. Бізде на самом деле ол мына почти мынау тура үстіндегі footer info сияқты жазылу керек. Мынаған қарайтын болсаңыздар, мына свойства. И біз осыны просто аламыз да скопировать етеміз. И вставить етеміз. Так, сол кезде міне мынандай нәрсе пайда болды. И единственный нәрсе, мына жерге просто не давать етсек болады. Align items деген бар. Center. Сол кезде мына екеуі бір центрмен жақындап тұрды. И мынау бордерлерді керек емес бұл жақта. Так. Болды дейме? Вроде нормально. Енді мына үшінші жағына бізде иконкілерді жазу керек. Мына иконкілерді істеу керек. Бұл иконкілерді істеу үшін мынандай нәрсе бар бізде. Мынау иконкілерді біз интернеттен мынандай бір библиотека бар. Font Awesome деген. Бұл Font Awesome деген нәрсе осындай иконкілерді істеу үшін керек. Егерде қазір мынаны қарайтын болсаңыздар. Мына icons деген жеріне қарайтын болсаңыздар, бізде осыны өзіңіздің сайтта пайдалансақ болады. Қазір қараңыздар мына жерде. Мен Facebook деп жазам. Именно мына Facebook'a қатысты мына иконкілерін не қылатын жерде free деген бесплатный керек бізге.
мына толат осындай миллион шақты, миллион емес енді мына жерде бір 1000 шақты иконка бар ғой деймін, қазір мен өшіріп тастайтын болсам. Так, общий бізде мына 1609 тегін иконка бар, мына free деген тегін деген білдіреді. И енді біз осыны скачать етіп өзімізге қоссақ болады. Так, start Dowland деген тартамыз скачать ету үшін өзімізге. И мына жерде міне тұр Dowland font awesome free for the web деген. Осыны аламыз да, міне скачать етіліп жатыр қазір. Так, мына мусор файлдары керек емес. И міне тартылып қойды бәрі. Енді ішін ашып қарайтын болсаңыздар, бізде өте көп нәрселер болуы мүмкін ішінде. Міне мынаның бәрі керек емес, бізге мына web fonts деген керек. Осыны аламыз да, біз web fonts'ты так, копировать. И мына жақта бізде мына fonts деген ішіне. Так, reveal in file explorer. Хотя нет емес, бұл жерге fonts емес, біз мынау font awesome деген нәрсе, мынау нәрсе библиотека деп аталады. Ағылшынша library. Біз соны мынандай оған арнайы жеке папка создать етейік, өйткені бұл сыртқы ресурс, яғни біздің кодымыз емес, оны біз істемегеніміз, сондықтан оны libs деп, libraries деген сөздің қысқартылған түрі, яғни библиотеки деген кітапханалардың. И осыны аламыз да, осы жаққа вставить етеміз. Вставить еткенде бірінші бұл жаққа font awesome деген папка создать етейік. Font awesome. И ішіне вставить етеміз да, web fonts деген вставить етеміз. И одан кейін мынау CSS-ін осының бәрін копировать етеміз да, Ctrl-C арқылы мынау папканы. И мына жаққа вставить етсек, мына мынау екі түрлі папка ғана бізге керек нәрсе. И одан кейін біз оны индекс файлы, осы мынау біздің HTML файлдың ішіне қалай қосу керек. Оны қосу үшін біз былай істейміз, мынау стильді қосқан сияқты қосамыз, ода да дәл link CSS дейміз да, мына жерде бізде мынаны өшіріп тастаймыз. И бізде ол libs деген папка, оның ішінде font awesome, оның ішінде CSS, оның ішіне мынау all min деген керек. И осыны қоссақ, қазір мына біздің сайтқа барып мынандай мына жағын басып дополнительный инструмент разработчика, либо Ctrl-Shift-I 3 кнопканы бірге бассаңыздар болады. Ctrl-Shift-I басқан бізге ыңғайлы. И міне біз анау стильдер қосылып тұрған, былай көрсек болады, міне all min деген файл қосылып тұр, значит бәрі дұрыс деп тұр деген білдіреді. И енді қазір мынау неге барамыз да? И мына жаққа бізге список істеу керек. Өйткені мына жерде мына үшеуі тізім ретінде тұр ғой, қарайтын болсаңыздар, ой, төртеуі. Міне Facebook, VK, WhatsApp, Instagram. Оны бүйтіп істейміз ally арқылы, ұмытып кетпесеңіздер. Так, бізге төртеу керек. И енді қазір сол төртеуін істеу үшін енді қалай істейміз деген сұрақ туындайды. Сөйтіп мына font awesome-ға кірсеңіздер, үстінде мына search icons деген жерге біз бірінші Facebook'ты жазамыз. И интернеттен қазір іздеп қарайтын болсаңыздар, міне бізге мынандай домалағы керек па, мына жерде қандай төртбұрыштау келген. Мына төртбұрышы керек, осыны таңдаймыз. Соны бассаңыздар, мына жерде міне мынандай copy HTML деп тұр, мынандай нәрсе. Осыны бассаңыздар, копировать етілетін, copy ет деген, копировать етілді деген білдіреді. И просто аламыз да, мына жаққа вставить етеміз. И енді қазір мына жаққа барып қарайтын болсаңыздар, міне ондай болса, міне Facebook'тың иконкасы тұр. Так, егер де сіздер көрінбей тұрса, міне Facebook'тың иконкасы. Енді біз мына жаққа тағы барамыз да, поиске VK деп жазамыз. Так, мына жерде VK-ның бірақ иконкасы бар екен, өкінішке орай осыны таңдай саламыз. И мынада да мынаны бассақ копировать етіледі да, сөйтіп біз оны келіп мына жаққа вставить етеміз. И келесі тағы нәрсе бізде WhatsApp. Яқа қарап қоямыз, VK көрініп тұр, міне иконкасы. И енді WhatsApp керек бізге. Так, WhatsApp. И бізге мынандай төртбұрыш керек WhatsApp-тың.
И бұда мына басса копировать етіледі да, сөйтіп мына жаққа келіп ставить етсек істеп тұрады бәрі. Именно WhatsApp-тікі. Енді үшінші нәрсе бұл жерде бізде мынау, төртіншісі уже Instagram. И Instagram-да бүйтіп жазамыз, Instagram деп. Так, сол кезде мына төрт бұрышын таңдаймыз. И мынаны бассақ копировать етіледі, и мына жаққа барып соны ставить етеміз. Сол кезде міне бізде мынандай нәрселер пайда болды. И бұны енді біз бұған бір стиль беріп кетейік мына жерге, типа или жоқ, мына UL-ді бүйтіп берсек те болады деймін мына жерге. Класс дейміз де, и socials деп жазамыз. Socials деген социальный сети, яғни әлеуметтік желілер онdan барлығы. Содан соң осылай класс бере саламыз. И енді мынау CSS-ке барамыз да, біз socials дегенді жазамыз. Selector'ын, то есть мынау CSS-ті selector'ын жазамыз, мынау класстың socials дегенді. И осының ішіне біз енді мынау точкілерді жойып тастауымыз керек. Точкілерді жою үшін list style none деп жазсақ, бәрі жойылып кетеді. Енді мынандай тізім вертикальный тұр, соны горизонтально былайынан істеу үшін бізге оны display дейміз да, и inline дейміз. Хотя нет, inline емес лучше. Оны бұндайға емес. Біз мына UL-ге беріп тұрмыз ғой қазір стильді ше. Бізге UL-ге емес, оның ішінде айтемдерге беру. Socials дейміз да, li десек, сол кезде мынандай нәрсе пайда болады. Так, socials li. И мына жерде list style, display дейміз да, inline дейміз. Міне сол кезде мынандай қатар ретінде кетті барлығы. Либо inline сызықша блок деп жазсаңыздар да болады. То есть мына display деген показать, как inline деген как строку и блок, яғни бұл жерде строканың да и блоктың да стилін қабылдайды, яғни соларға тән стильдерді. И енді мына жерде так margin береміз. Margin, так бұл жерде біз left берген дұрыс ау деймін. Margin left дейміз да, 10 пиксель десек екеулерінің арасы ажырау керек. И енді қарайтын болсаңыздар, енді бізде сәл кішігірім болып тұр мынау иконкалардың размері. Оны үлкейту үшін біз былайынан барамыз да, font size 25 пиксель дейтін болсақ, міне бізде иконкалар уже размері үлкейіп кетті. Так, болды деймін. Бүгінгі сабаққа қысқаша осылай. Біз енді мынау футерді дайындап қойдық уже, міне бәрі әдемі тұр. Барлығы дұрыс тұр. Үстінде хидер де мына жақта дұрыс тұр. Енді келесі сабақтан бастап уже мынау ішкі бөлімдеріне көше бастаймыз мыналардың. Жоқ, хотя келесі сабақта менюді жасау керек ау деймін бізге мынау менюді. Одан кейін барып мыналардың ішкі бөлімдерін жасаймыз мынандай. Бүгінгі сабаққа осы футерді бітірдік. Келесі сабақта жолыққанша.